Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін өте ерекше рецепт, себебі бұл сүзбелі пирог болып табылады. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер: бөлме температурасындағы сары май керек, 2 жұмыртқа сарысы керек, және сүзбе керек, яғни творог. Әртүрлі творогты алуға болады, өз қалауларыңыз бойынша, және де разрыхлитель керек болады. Содан кейін қант ұнтағы керек болады. Сонымен қатар ең бастысы ұн керек болады. Барлығын алдын ала дайындап аламыз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Қант ұнтағын саламыз. Сонымен қатар сүзбемізді саламыз. Разрыхлитель, бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Шым-шым тұз саламыз және ұнымызды салатын боламыз. Барлығын бірге ең бірінші салып аламыз. Мен ыдысым кішкентай болып кетті. Бұдан да үлкендеу ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай артық ұнды талап етпейді. Осылай қолымыздың көмегімен біркелкі қамыр жасайтын боламыз. Егер кішкене қолға жабысып жатса, онда кішкене ұн сеуіп, жақсылап тағы бір рет қамырымызды елеп аламыз. Сіздерде де осындай өте әдемі қамыр шығу керек. Арасында тіпті сүзбенің бөліктері де көрініп тұрады. Енді пакетигімізге салып, кішкене жарты сағатқа, 45 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін біз ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алма керек. Өзіңізге ұнайтын алманы таңдап аласыз және оны 2 бөлікке бөліп, ортасын алып тастап, сыртын барлығын тазалап аламыз. Тәтті алма таңдаған дұрыс, себебі ол пісіп шыққан кезде кішкене қышқыл дәм беретін болады. Сол себепті тәп-тәтті алма таңдап алыңыз. Менде бұл алманың апорт деген түрі. Міне осылай барлығын тазалап алдық, әдемі қылдырып. Енді ыдысымызға осындай корица қосамыз және кішкене үстінен қант қосып, жақсылап араластырып, алмаларымызды әр жағына жағып шығатын боламыз. Корицаны ұнатпайтын адамдар да бар. Сол себепті өз қалауыңыз бойынша жай ғана қантқа да ұнатуыңызға болады. Немесе тіпті ештеңеге аунатпай, қамырдың ішіне салып қойып пісіруге де болады. Барлығын дайындағаннан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Ол үшін қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін бір бөлігін жайып, екінші бөлігін қайтадан холодильникке салып қоюға болады. Мен осылай алдын ала тағы бір рет ұн сеуіп, қамырымды тағы бір рет елеп алдым. Содан кейін пергамент қағазына салып, үстінен оқтаудың көмегімен өзімізге қажетті форманы келтіретін боламыз. Менде 4 бұрышты форма духовканың, сол себепті 4 бұрышты қылдырып, қамырды жаятын боламын. Егер сізде домалақ форма болса, тағы басқа форма болса, сондай қылып жаюға болады. Оқтауға жабысып тұрғаннан кейін, ең бірінші қолымның көмегімен осылай 4 бұрышты формаға келтіріп алдым. Кейін біркелкі болып пісу үшін үстінен оқтаумен жай ғана басып шықтым. Енді үстіне жаңағы алмаларды салатын боламыз. Қалауыңыз бойынша, егер формаңыз үлкен болса,
көбірек те алма алуға болады. Менде 6 алма сыйды. Енді екінші қамырды дәл солай жайып шығамыз. Пергамент қағазын алып, үстінен қамырды салып, жақсылап төртбұрышты форма келтіріп, жақсылап жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай алманың үстінен жайып, пергамент қағазын алып, жан жағын бітеп, жақсылап тұрып, пирог жасаймыз. Жұмыртқаның сарысын алып, осындай кисточканың көмегімен пирогымыздың үстін барлық жеріне жағып шығамыз. Сонда піскен кезде қып-қызыл болып, әдемі болып пісетін болады. Піспеген түрінің өзі осындай аппетитті көрінеді. Осылай шет-шетін әдемілеп, бір тесік қалдырмай бүкілін жауып шығып, духовкаға пісіріп алатын боламыз. Міне достар, осындай әп-әдемі болып, қоп-қоңыр қып-қызыл болып, күшті болып пісетін болады. Енді қазір кесіп ортасын көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, отбасыңызға да, қонақ келіп қалса да, үйде осы ингредиенттер болса, бір жарты сағатта пісіп шығады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментария жазып кетуіңізді сұраймын. Мен шыдай алмай, суғанын тоспай, ып-ыстық күйде кесіп жатырмын. Себебі ішін қатты көргім келді. Маған да қызық болды. Ішін қарасаңыздар, міне бірде-бір суы ақпай, сондай сочный болып піскен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.